Сәлеметсіздер ме, құрметті нәруыздарым, қалдарың қалай? 9 сыныптың 4-ші бөлімін бірге өтейік. Бұл бөлім қоректену деп аталады. Бастайық енді мен атым Ерік Әділ, бұл ribosom.kz каналымыз. Біз биологияны толық өтеміз. 7 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін бүкіл видео сабақтар бар, қамтылған. Және білмеймін не айтуға болады. Біз ұбт-ға, бжб-ға, тжб-ларға, мектептегі немесе қарапайым тесттерге дайындалуға, биология түсіндіруге дайынбыз. Мен өзім болашақ мұғалім боламын. Мен атым Ерік Әділ. Және біз осы суретте көрсетілген кітаптармен оқимыз. Сонымен қатар Telegram және Instagram парақшаларда бар, оларға да тіркеліңдер, себебі сол жерде тесттер бар, видео ойындар бар деген сияқты барлығы және жаңалықтардың бәрі сол парақшаларда болады. Ал YouTube каналда тек қана видео сабақтар. Ал енді ас қорытуға көшейік. Ас қорытудың өзінің 3 кезеңі бар: физикалық, химиялық және физиологиялық. Ал енді осы видеоны қарап алдында 7 және 8 сыныптағы ас қорыту видеосын, қоректену видеосын қарап алыңдар, себебі осы презентацияда, осы видео сабақта мен айтылмаған ақпаратты ғана айтамын. Ал айтылған ақпаратты өздерің еске түсіріп алыңдар. Енді қараңдар, бізде біріншісі кезең осы физикалық. Физикалық, яғни физика жағынан механикалық деген мағынада. Яғни тағамды тіс арқылы ұсақтау. Біз аузымен шайнағанда, тамақты жегенде, жұтқанда осының бәрі физикалық. Себебі физикалық үдеріс, қозғалыс болып жатыр. Кейін бізде химиялық. Тамақ бізге асқазанға түскеннен кейін ол сөлде және ферменттер, осы фермент және сөл, осы екі сұйықтық арқылы, осы екі химиялық зат арқылы біз не? Тағамымыз ыдырайды. Тағамыз полимерден мономерге ыдырайды. Не үшін тамақ ыдырайды десеңдер, себебі үлкен тамақ, кішкентай тамақ ыдырағанда ол энергия береді және қанға, лимфаға сіңіріледі. Ол үшін. Себебі үлкен заттар, күрделі заттар қиын сіңіріледі. Ал қарапайым заттар, мономерлер өте күшті сіңіріледі. Ал ас қорытудың қасиеті бұл тағамдардың сіңірілуі. Үшінші кезең физиологиялық. Бұл өнімді қанға және лимфаға уже сіңіру. Біздің ыдыраған өніміз не істейді? Тоқ ішекте, еске түсірейік, тоқ ішекте бізде қан және лимфаға сіңіріледі. Ас қорытудың 2 процесі бар. Ол жалпы 2 процестен ғана тұрады. Ол ферменттер арқылы ыдырау және абсорбция. Фермент бұл биологиялық катализатор, асты қорытады, ал абсорбция бұл тоқ ішектегі өнімдерді қанға және лимфа сіңіру. Абсорбция бұл сіңіру деген аударуғы, латын тілінен сіңіру. Ал ыдырау бұл ферменттер арқасында болады. Лизис, еске түсірейік, алдыңғы видеоларда сендерде лизосома туралы айтқанда, лизис деп грек тілінен айтқам сендерге. Бұл сурет бізде ас қорытудың суреті. Осын бүкіл мүшелерді біз жеке қарастырғанбыз 8 сыныпта қызметтерімен барлығын қазір бір рет қарап шығақ және айтылмаған ақпаратпен танысайық. Енді ас қорыту мен сіңірілу. Номер 1, ол бізде үстіңгі жақ сүйек, мына жақ. Сосын бізде номер 2 бізде тіл. Номер 3 бізде жұтқыншақ. Номер 4 бізде төменгі жағасы сүйек. Кейін бізде номер 5. Номер 5 бізде не? Жоқ, номер 5 астыңғы. Номер 4 бізде, шатас кеттім, сурет осы қарайық, міне. Номер 4 бұл сілекей безі. Бірақ сендерде суреттерде сілекей безері бөлінеді ғой. Сілекей безері бөлінеді. Тіл асты, жақ асты және шықшыт безі. Суретте сендерде номер 4 шықшыт безі берілген. Сосын бізде не? Номер 6 бұл кеңірдек, яғни тыныс алуға кететін жол. Ал номер 7 бұл өнеш, тағамды қорытатын ұзын өнеш. Осын түтік. Сосын ол бізде номер 7 кетеді. Сосын асқазанға келеді. Асқазанда тамақ қорытылады номер 9. Асқазаннан тағам ішектерге баратын бұл номер 10, ол табар. Номер 8 бізде бауыр асқазан қасында. Бауырдың қызметі майды қорыту біз білеміз. Сосын бізде номер 11 не көрсетілген, түсінбей жатырмын. Номер 10 ол бауырдың ішіндегі өт, ал номер 11 ол бізде ол табар, осы асқазаннан шығатын түтік. Сосын, асқазанның астында бізде, астында емес, қасында, артқы жағында бізде номер 13 ұйқы безі орналасқан.
ол да бізде ол көбінесе қант, көмірсуды ыдыратады. Сосын бізде не? Сосын бізде ұзын осы номер 14-пен берілген осы қалың қабатты бұл тоқішек сіңірілу, оның соқыршек бөлігі бар, одан аппендикс шығып тұрады, оны біз білеміз. Сосын бізде осы олардың ішіндегі осындай ұзын бұл номер 12 бұл аш ішек немесе ащы ішек деп атайды оны. Сосын бізде номер 15 бұл тік ішек, кейін анал тесігі болды. Осыны біз өткенбіз, тағам қалай өтеді, не істейді бәрін. Так, бірақ қараңдар, мына суретте сендерде осы адамның қасында, қазір суретті үлкейтейін, міне. Сендерде қараңдар, А деп белгіленген бұл не? Өңеш, өңештегі тамақтың жұтылуы. Номер А. Ол бізде асқазанның ішіндегі сілемей қабаты. Және асқазанда 3 қабат бұлшық ет болады. Оны қазір айтамыз. Номер Б. Бұл аш ішектегі ішіндегі нелер? Дұрыс айтасыңдар. Бұл ішіндегі қуыс. Қуыс қой? Қуыс. Так, қазір түріндер? Сілемей қабығы ішіндегі қуысы. Ал номер В сендерде бүрілер, тоқішектің ішіндегі бүрілер бар. Оны қазір өтеміз. Енді кішкене асықпайық. Енді қараңдар, тамақ адам ішпесе, онда адамда өт жиналады. Бұл негізі медицина жағынан шынайы деректелген және шынайы тексерілген ақпарат. Себебі өт бізде майды ыдыратады, ал егер ол болмаса, ол майдың орнына жиналады да тасқа айналып кетеді. Сол үшін бауырда немесе өтте тас жиналады. Бұл ауру. Және келесі бізде ұйқы безі. Ұйқы безі гормондары білеміз ғой, 8 сыныптағы координация және реттеулі видеосында біз гормондарды бәрін эндокриндік бездерді өткенде біз айтқанбыз, ұйқы безіне бізде глюкагон және инсулин екі түрлі гормон бөлінеді. Бұл гормон, ал экзокриндік түрде сыртқы секреция бездері, ол панкреатин деген сөлді бөледі. Сөлде гормондарда бірге жұмыс істейді және әртүрлі қызмет атқарады. Так, енді панкреатин қандай қызмет атқарады десеңдер, ол тура сол ұйқы безінің өзінің қызметтерін атқарады. Оны уже еске түсіріңдер. Себебі біз өтілмеген ақпарат өтеміз. Ал енді асқорыту ферменттері 5-ке бөлінеді. Бұл ферменттер белгілі бір органика затты кіші заттарға ыдыратады. Түсінікті. Яғни полимерді мономерге ыдыратады. Ферменттер жалпы 5-ке бөлінеді. Амилаза, пепсин, трипсин немесе липаза, мальтаза және лизоцим. Мен сендерге өте жеңілдетіп жаттап алу үшін осындай кесте жасап бердім. Енді сендерде қараңдар, полимер дегеніміз ол қандай затты алады, мономер дегеніміз қандай затты неге ыдыратады, жүретін орны қандай мүшелерде болады. Амилаза кесеге қараңдар, ол ауыз қуысындағы сілекейдің құрамында және ұйқы безінде болады. Амилаза ол крахмалды, полисахаридті ыдыратады глюкозаға, яғни моносахарид. Бір сөзбен айтсақ, қантты ыдыратады кеседе қарағанда. Пепсинді сендер пепси деп жаттадыңдар. Мысалы, 5 бармақ жегенде біз пепсині өте көп ішеміз. Кола мен пепси. 5 бармақ ол көбінесе нәруыздан тұратын тағам. Оның наны болсын, тестасы болсын, еті болсын, бәрі нәруыз. Сол үшін тағамды осы 5 бармақтың өзі жақсылап қорытылу үшін бізде пепси, кола ішеді ғой, және өте дәмді. Сол үшін сендер пепсинді пепси деп жаттадыңдар, себебі ол нәруызды 20 амин қышқылға ыдыратады. Ол асқазанның құрамында болады. Мәне, тем более асқазан құрамында болады. Асқазан ішінде сұйықтық бар, ыдырататын қышқыл, ол сөл деп аталады. Сол жерде пепсин болады. Трипсин немесе липаза бұл екі әртүрлі фермент, бірақ қызметтері бірдей. Химияда мүмкін сендер өтесіңдер оның айырмашылығын, бірақ биологияда олар бір зат болып саналады. Трипсин мен липаза олар бізде майды, май қышқылы және глицеринге ыдыратады. Яғни май ол полимер, ал май қышқылы мен глицерин ол мономерлері. Яғни май осы екі заттан тұрады. Трипсин мен липаза майды ыдырататын фермент. Ол бізде бауыр және ұйқы безінде болады. Ұйқы безі бұл майды да, көмірсуды ыдыратады. Оны ұмытпаңдар. Ал бауыр майды ыдыратады. Сол үшін трипсин мен липаза бауырда. Мальтаза ол тоже ауыз қуысынан сілекей құрамында болады. Ол бізде крахмалды полисахарид ыдыратады мальтозаға. Мальтаза фермент, мальтоза ол көмірсу, дисахаридке ыдыратады. Глюкоза бұл моносахарид болса, мальтоза бұл дисахарид, яғни полисахаридте дисахаридке ыдыратады.
Лизоцим бұл бактерияны ыдырататын немесе бір сөзбен жоятын фермент. Ол ауыз қуысына. Мысалы қараңдар, амилаза мен лизоцимға мысал келтірейін. Мысалы сендер нанды ауызда көп уақыт бойы шайнап отырсаңдар, кішкене бір тәтті дәм сезе бастайсыңдар. Иә? Бұл амилаза. Себебі нанның құрамында ұн бар, ұнның құрамында крахмал көп. Иә, осы картоптың, ұнның, бидайдың құрамындағы крахмал, ол полисахарид, ол осы амилаза әсерінен сілекейді ыдырайды, глюкоза. А глюкоза бұл тәтті, хош иісті, дәмді көмірсу, кәмпиттердің құрамында болатын көмірсу. Мысал ретінде лизоцим бұл бактерия емес. Лизоцим бұл бактерия жоятын фермент, тоже сілекей. Мысалы, адамдар бұрында және қазірдің өзінде, мысалы, жарақат алғанда, қолын терісін кес алғанда, олар сілекейді жағады. Себебі сілекейдің құрамында лизоцим бар. А лизоцим сол жараны, бактерияларды өлтіріп қорғайды. Егер жараға бактерия тисе, ол одан сайын қанаяды да жарақат пайда болады. Ол өте жаман. Бөртпелер пайда болады, ауру, инфекция тудыруы мүмкін. Өте анау қайтуға болады. Мәселелер өте көп болады. Так, ал енді қараңдар, сендерде тоқшекте, біз білеміз, тоқшек ол сіңіру қызметін атқарады, абсорбция. Симбиоздық бактериялар, яғни ішек таяқшалары, бактериялар осы тоқшектің ішінде болады. Олар қалдықтарды жояды. Тоқшек, әрине, тоқшек бізде тоқшек сіңіру қызметін атқарады, бірақ мысалы, егер ішіне қалдық тағамдар келсе, ол сол қалдықтарды бактериялар арқылы жояды. Қандай бактерия? Симбиоздық бактерия. Именно ішек таяқшалары. Асқазан айттық, 3 қабат бұлшық еттен тұрады. Ол созылғыштық мүше болып саналады. Так, мен айтқам, асқазан бізде 3 қабатты бұлшық ет 3 қабаттан тұрады. Эпителий, дәнекер және сыртындағысы дәнекер, 2 қабат дәнекер, жатаспасам, сыртындағысы қатты дәнекерлі, ішіндегісі ортақ, ал ішкі ол сілемейлі эпителий ұлпа. Ерекше эпителий ұлпадан тұрады. Созылғыштық мүше, асқазан созыла беретін мүше. Сендер, мысалы, көп тағам жесеңдер, асқазан созылады да, сендердің енді түсінесіздер, аппетиттерің көтеріледі. Аппетит көтеріледі, сонда сендер тамақ жей бергің келеді. Мысалы, мүмкін адам өте кішкентай, өте нәзік, бір салмағы жоқ адам болады ғой, бірақ көп жейтін болады ғой адамдар. Олардың асқазандары себебі созылып кетті. Міне. Мына жерде сілекей деп жазылып тұр, асқазанда жоқ. Мына жерде сілемей деп жазу керек. Сілемей қабатында қатпарлар бар. Қатпарлар бұл қарағандай суретте асқазан, екінші сурет. Қатпарлар бұл эпителий ұлпада орналасқан осындай кішкентай бөліктер. Олар тағамды қорытады. Болды. Сіңіртеді. Және, асқазан іші тегіс. Асқазан ішіне 2 литр сөл сияды. 2 литр сөл бөледі. Енді қарайық. Қатпарлар ол ыдыратуға, сіңіруге көмектесетін созылғыш бөліктер. Айтқанымыз сөл асқазанның ішіндегі ферменттер мен тұз қышқылы, асқазанның ішіне қандай қышқыл бар десе, тұз қышқылы дейсіңдер. Осы тұз қышқылы мен ферменттер қосады да бір сұйықтық айналып сөл деп аталады. Осы сөлде тағам ыдырайды және қорытылады. Ал сілемей бұл осы асқазан ішіндегі сілемейлі қабат. Ол не істейді? Ол қорғайды. Өздігінен қорытудан қорғайтын ішкі қабат. Егер асқазан тағамды қорытса, қалай ол өз-өзін қорытпай жүреді? Себебі осы сілемей қабаты оны қорғайды ішінен. Және мен айтқан бүрлер шатасып кеттім достар. Бүрлер бізде тоқшекте емес, асшекте болады. Просто бүрлердің қызметі сіңіру. Ал тоқшекте көбінесе сіңіру бүкіл тоқшекте болады. Сол үшін мен сол айтып кеттім. Негізі ішек бүрлер аш ішекте болады. Аш ішек бұл асқазанда қалған қалдықтарды, тағамдарды толығырақ ыдыратады. Алайда ішек бүрлер әсерінен сіңіруге жауапты. Осы ішек бүрлер арқылы кейбір тағамдарды ол сіңіреді, қанға және лимфаға. Осы бүрлер өте микроскопия өсінділер. Суретте қарағандай бір бізде міне осындай ұзын бұлшық еттің бөліктері, эпителий ұлпасы бар, сыртқы эпителий ұлпасы, ішінде лимфа тамыры, капилляр тамыры, артерия мен вена капиллярлары бар. Міне. Ал катализатор бұл химиялық реакция тездететін заттар. Химияда естіген шығарсыңдар. Мысалы, химиялық реакция, ыдырату процесін тездететін зат катализатор.
Катализатор ретінде бізде ферменттер кіреді. Себебі фермент бұл биологиялық катализатор. Сонымен қатар фермент бұл нәруіздің түрі. Сендер нәруіз тақырыбын өткенде мен ферменттік қызмет деп айтқан, бұл фермент. Ол нәруіз. Сонда фермент деген нәруіз тағам қоректік нәруізді ыдыратады. Нәруізді ыдыратады. Ойлаңдаршы, ондай да болуы мүмкін мысалы. Бірақ қараңдар, катализатор реакцияны тездетеді. Мысалы фермент ол катализатор, бірақ ол өзі ыдырамайды. Ол өзі тағаммен бірге кетпейді. Ол әрекеттеспейді заттармен. Мысалы нәруіз амин қышқылдары ыдырағанда ферменттің өзі ыдырамайды және өзгермейді. Ол фермент болып қалады. Және сол нәруізбен немесе амин қышқылмен қосылмайды. Ол реакцияға түспейді. Катализатордың қасиеті катализ деп аталады. Яғни осы катализатордың тездететін процесі қасиеті катализ процесі деп аталады. Мысалы жылдамдату деген сөзді мен биологияда катализдеу деп өзгерте аламын. Себебі мағынасы бірдей. Биологиялық тілмен сөйлесу керек, достар. Бүкіл терминдерді грек тілінен аударулардың бәрін білу керек. Реагент бұл реакцияға түсетін заттар. Ол көбінесе полимер, күрделі зат, потому что олар ыдырайды, себебі ыдырайды. Өнім ол реакция нәтижесі, яғни ыдыраған заттың нәтижесі өнім, ол мономер. Енді қараңдар, катализаторлардың қасиеттері төртке бөлінеді. Қосылу, ол дегеніміз фермент және біздің ыдырайтын зат қосады, екеуі ыдырайды. Орын басу, бұл бізде ферментпен белгілі бір органикалық зат, реагент қосылады басқа екі реагентпен, нәтижесінде фермент өз реагентін басқа реагентпен алмастырады. Түсіндер ме? Міне. Ыдырау бұл ферментпен органикалық зат екіге бөлінеді, ыдырайды. Ферментпен органикалық затқа ыдырайды. Ал төртіншісі тепе-теңдік. Тепе-теңдік дегеніміз бұл екі жақ, яғни ыдырауға дейінгі және ыдыраған кейінгі егер екі заттар бірдей болса, тепе-теңдік болса, осы реакция тепе-теңдік реакциясы деп аталады. Ферменттің түрлері екіге бөлінеді. Биорганикалық және органикалық. Биорганикалық бұл қарапайым судан тұратын ферменттер деп айтуға да болады. Олар жылдамдығы, яғни катализ қасиеті температураға, қысымға, концентрацияға, тұздың концентрациясына және көлем, судың көлеміне, заттардың көлеміне тәуелді. Егер осы факторлармен бір нәрсе болса, жылдамдығы өзгере береді. Ол тұрақсыз ол. Және биорганик ферменттер барлығын ыдырата береді. Бір дешманский фермент деп айтуға болады, осы биорганик фермент. Бәрін ыдырата береді, оған бәрібір. Ол өзінің бір жеке қасиеті жоқ. Біз өткен 5 фермент, олар органикалық. Ал биорганикалық бұл бәрін ыдырата береді. Суды ыдыратады, органик ыдыратады, бәрін ыдыратады. Ол бәрібір. Ол негізі жаман. Себебі ыдыратпауға керек емес заттарды қалдыру керек ағзада. Себебі бүкіл заттар ыдырауға мәжбүр болмау керек. Кейбір заттар сақталу керек денеде. Дұрыс қой. Және соңғы қасиеті тепе-теңдік реакциясы басым. Ол көбінесе тепе-теңдікке келтіреді. Оған қосылу, орын басу басым емес. Оған көбінесе тепе-теңдік реакциясы басым. Басым дегеніміз көп кездеседі. Органикалық ферменттер ол бізде тек катализ және ыдырау қызметін ғана емес, олар бақылауға қабілетті. Осы ферменттер, органика ферменттер, ол тағамды ыдыратады, жылдамдығын арттырады, яғни катализ дейді, бірақ олар осы реакцияларды бақылайды, реттейді, тексереді, олар командир ретінде жұмыс істейді екен. Және олар тек қана қалыпты жағдайда жұмыс істейді. Мысалы, олар еш нәрсеге тәуелді емес, бірақ кейбір ферменттердің өзінің жағдайлары бар. Мысалы, қараңдар, түйнек бактериясы азотты аммиак ыдырау үшін 400 градус Цельсий және 4 көбейтілген 10-7 дәрежесі паскаль қысымында ыдыратады. Яғни органикалық ферменттер өте крутой деп айтуға болады. Себебі олардың жұмыс істеуіне оларға жағдай жасап беру керек. Олар жайдан жай жұмыс істемейді екен. Сол үшін олар күрделі. Келесі белгілі бір ғана затты ыдыратып, басқаларға қатысы жоқ. Биорганикалық ферменттер бәрін ыдыратады, ал органикалық ферменттер тек қана бір затты ыдыратады. Мысалы, амилаза крахмалды глюкозаға ыдыратады. Болды. Ол майға, нәруызға қатысы жоқ, қатыспайды. Және органикалық ферменттерді алмастыруға мүмкін емес.
Мысалы, мен амилазаның орнына басқа бір фермент әкеліп берсем, ол өзінің қызметін атқармайды. Түсінер ма? Ал бейорганикта олар бәрін ыдырата берсе, онда олардың айырмашылықтары жоқ деп айтуға болады. Міне. Енді қараңдар, ферменттің құрамы екіге бөлінеді. Алайда оның алдында суретке қараңызшы, қараңдар, мынау сурет, бұл фермент. Ферменттің негізгі бөлігі белсенді орталық деп аталады. Оның катализдік бөлігі және байланыстырушы бөлігі бар. Фермент, егер оған субстрат деген зат қосылса, ол өзінің қызметін атқара бастайды. Ферменттің өзі ол нәруыз, яғни белсенді орталық дегеніміз, бұл қарапайым сөзбен айтсақ, барлық, қалай айтуға болады? Барлық нәруізден басқа барлық заттар осы байланыс белсенді орталықта болады. Мысалы, қарапайым металл иондары, фосфор қышқылы, пепсин ферменті болуы мүмкін. Пепсин құрамындағы фосфор қышқылы кездесуі мүмкін ферменттерде. Дәрумендер, яғни нәруізден басқа бүкіл заттар осы белсенді орталықта болады. Белсенді орталықты біз простетикалық топ деп атаймыз. Ол бізде есік түрде. Ферменттің өзі белсенді орталықтан тұрады. Әлі нәруізі жоқ. Кейін субстрат, нәруізді бөлігі қосылғанда, ол толық ферментке айналады да жұмысын бастайды. Және субстрат ол бізде күрделі нәруіз, ол кілт түрде. Егер сендер есікке кілт кіргізбесеңдер, есік ашылмайды ғой. Тура солай мынау, қараңдар. Субстрат, яғни нәруіз, фермент бөлігіне, яғни белсенді орталығына, простетикалық топқа кірсе субстрат, онда жұмыс істей бастайды. Сонда қарапайым тілмен қорытындыға келе отырсақ, фермент құрамы екіге бөлінеді. Простетикалық топ, бұл нәруіз емес бөлігі, оны біз белсенді орталық дейміз. Ол металл иондары, фосфор қышқыл, дәрумендерден тұрады, ал күрделі нәруіз бұл субстрат. Екеуі бір-бірімен қосылғанда жұмысын істей бастайды. Ал енді бауырға көшейік. Ең алғашқы бауыр эволюция бойынша пайда болған бұл ұлу. Еске сақтап алыңдар. Бауырды біз сендермен 8 және 7-сінде өткенбіз. Бауыр ол ең ірі 5, адамда 1,5 килограмм болады. Оның сөлі, яғни бөлінетін сұйықтығы өт, күніне адам 700-800 грамм өт бөледі екен. Суретті қарап алыңдар, енді барлығын біз білеміз осы суреттен. Ал енді өт дегеніміз бауырдың құрамындағы не? Сөлі, сұйықтығы, ол өт қабы мүшесінде түзіледі. Бауырдың астында өт қабы деген мүшесі бар, сол жерде өт түзіледі. Өт ол зат, ал өт қабы бұл мүше. Өттің құрамында бізде 97-98% су болады. Сонымен қатар билирубин пигменті. Билирубин пигменті бұл өтке, яғни өттің өзіне, нәжіске сары қоңыр түс беретін пигмент. Сонымен қатар ол гемоглобинді синтездейді. Себебі бауыр бізде қанды тазартады. Өлген қан жасушаларын өзіне сіңіреді, ал бізге жаңа қан жасушаларын береді. Сол үшін гемоглобин синтездейді. Себебі жойылып қалған эритроциттер гемоглобин керек оларға. Гемоглобин тоже пигмент. Оның құрамында темір бар, қызыл түс беретін пигмент. Қанға өте қажетті. Өт қышқылы, оның өзінің қышқылы бар, ол өттің тұтқырлығын, тығыздығын арттырады. Қасиетін белсенді түрге келтіреді осы өт қышқылы. Холестерин ыстықтан қорғайтын, қан тамырда жиналатын май. Негізі ол зиян, себебі көп жиналса сендерде қан тамырлар жарылады, инфаркт, инсульт, тромбоз сияқты болуы мүмкін. Май тамшылар жиналады. Оны сендерде өткеміз. Ишемия деген сияқты, барлығы. Енді қараңдар. Және бірақ ол ыстықтан қорғайды. Осы өттің өзін ыстықтан қорғайды. Бауыр мен өттің қызметтері негізінде бірдей. Ол бізде майды қорыту, ұйқы безінің қызметін арттыру, ЛПшка, подружка сияқты ғой, осы ұйқы безінің подружкасы бауыр. Эмульгация. Эмульгация дегеніміз, сендерде кітапта жазылған майларды ұсақ тамшыларға бөлу деп қиындап жазылған, бірақ негізінде эмульгация дегеніміз бұл қарапайым трипсин мен липазаның қызметі. Яғни майды ыдырату. Май қышқылы мен глицеринға ыдырататын, яғни күрделі заттан қарапайым затқа ыдырату осы эмульгация қызметі. Сосын бізде бауыр мен өт бізде кеда деген дәрумендерді сіңіреді. Кеда дәрумендері бұл майда еритін дәрумендер.
Сонымен қатар асқазан микрофлорасын жақсартады. Иә, бұл шын. Асқазандағы микрофлора ол асқазанның қорыту қасиеті. Қорыту қасиетін арттыратын бауыр. Сонымен қатар бауыр тек қана өзінің қызметін атқармай, қасындағы ұйқы безіне және асқазанға өте көп әсер етеді, көмектеседі. Ал назарларыңызға рахмет. Мен сүйікті әріптестерім, тіркелуді ұмытпаңдар. Видео түсініксіз болды деп ойлаймын. Сендерге сәттілік, сабақтан жақсы оқыңдар.